Вағда ителген салқыннар Татарстанға келіп жетті. Түнлі температура 7-5 градусқа қадар түші, жайының ең ісі болырға тиішлі ойы 1986 жылдан берлі болмаған салқын хава тұрышы білін сыны. Жүрек өстірушілер зиян миллионнар білін есепленерге мүмкінді. Туңдырма, қуат сатушы ішмәкерлер де іш бармауын яшырмей, юғалтуларына кемету үшін нендей шара көрілгенлерін Гүлназ Сайфетдинова білді. Кешегі салқынлардан сыңылы нешік қоралған. Шымырт салқыны түгіл помидор қиярныққа келді. Оңышқа шатланырға үлгірмей, инде бір шуға қалған Гүлшешек ханым. Әлі қиярда тұзланмаған, қышқа салатлар да ябылмаған бет. Қиярлар үлгірегіне башады, әлі ашапта тұймадық. Енді кеше шындай салқын, шындай қарлар яуған кебек қолларыны ішітіп тышташлайды алмадық. Яфрақлары сарғая, өзлері біріше, алар үсмейлер. Мұндай өзгерішен хава тұрышынан қорқып тұрып болмас теплицы керек деген нәтижеге келе сафиндар. Қияр, помидор, баклажан, бұрыш кебек жылы яратушы яшілшелеріні онды ябық грунтта өстірушілерге бұл салқын қорғаныш түгіл. Ашық хавада зиян келуі бар деп ақша шефар Зилзияддинов. Тамыр мұйынтығында температура 10-11 градус болса, енді үсіден тоқтай қиярда, енді мына шоңа үсіден тоқты. Үсіден тоқтағаштың үзаңлажыла теге шешек бірлері, нелер жимшәннер үзінен жоққа шығалар. Мұндай салқын июльні өз ғымырымда бір тапқырғына көрген едім деп ақшашы 1986 жылда, онда да 1-2 күн гіне. Если будет температура ниже 5 градусов, он просто почернеет, и мы потеряли клубнику. То есть все вот эти цветы, которые вы видите, они все почернеют. Все, что почернеет, это уже не клубника. Әлмәтнің жилек аланында бұл салқын күннер дірсіл кетіп тұра. Оңышының 70% юққа шығарға мүмкін. Жалко, конечно, шулай утыртабыз, бүтін күшіні береміз шоңарға. Май суықларында тәуге оңышқа шулай зиян келген бола енді. Мұндағы 12 гектар майданның икісігіне парникта. Делаем временное укрытие. Жылы құяш болмаса, жилеклер үлгірмей, қазір міне кішкіне дуғалар ясап, оқытлыша қаплап қоябыз. Оға таба бүтін майданны парник астына кіртірге керек болыр. Мұндай хава тұрышы ауыл қожалығына да тәсір етмей қалмай. Салқын жай бір түкілерге әлі зиян салмаса да үлгіру уақытын кешіктірі. Комбайнлар қырға сұңырақ шығашақ. Бұйыл ұрып жиюға бұлайда атына үңкінге сұңарып кіріштілер. Арпада үлгіріп жетмедәлі бұл үңкінде. Бұдайда мұнда түп себеплерінің бірісі міне бұл сұңы атналарда, сұңы бір атнашында болып ұзған яңғырлар біздің теге вегетацияны да ұзын айттылар. Хамалар ураққа чын-чынлап кіріп битерге дәзгіне құмашаулық ясадылар. Но жиып алғанда бұл жаңғырлар бізге бик керегі. Чөнки азық культуралар бәрәңгі үшін. Июль салқынлары сезонлы бизнесінде хафаға салды. Туңдырма квас алушылар бірме-бір кемеген. Квас сату орындарының көбісі биклі. По сравнению с жаркими днями. Кызыл күннәр белән чагыштырганда сату кимеде билгеле. 2 тапкырга әзрәк сатабыз. Алучылар аз. Метеорологларның тарихына салкын рекорд белән кергән июль шулай югалтуларны санарга мәҗбүр итә. Августка өметләр аклансагына. Гөлназ Сайфетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Алия Сабирова, Марат Зайдуллин, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.